Қалайсыздар? Бүгін осы атроска жөнінде айтайын деп тұрмын. Бөлмекілде кәдімгі өсіп тұрған гүлге қарағанда атроска 2 есе внимание талап етеді, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бір гүлді өсірдім, болды, өлтіріп алдым деп қайтып қалмаңыз. Солға текте келесіде қайталамау үшін ары қарай өсіріп көрсеңіз, опыт содан жиналады, ешкім біліп туылмайды, оны өздеріңіз білесіздер. Және ертегінді кеш қылмай гүлдеріңізді отырғызып алыңыздар. Гүл әйел адамның өзінің көркі, үйге кіріп келгенде гүлдеріңіз жайқалып күшті өсіп тұрса, ол сіздерге де күшті энергия береді, үйіңіздегілерге де энергия береді. Тіл көздің барлығын өзіне жинап тұратын гүлдер бар. Тағы не айтайын деп едім. Менде де мысалы қателіктер болды. Мұққа салып қойып, гүлді ұмытып кеткен уақыттарым болды. Немесе салфанға орақ қойып, ұмытып кетіп шіртіп алған уақыттарым болды. Сөйтіп опыт жинадым. Барлығы бірден келмейді. Парақшама тіркеліп алыңыз, лайк басып отырыңыз, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Күтемін.